Сенесіз бе, мына пирогтың құрамына ешқандай да жұмыртқа да, айранды сүт те қосылған жоқ. Жай ғана сумен дайындалатын пирог. Жасалу жолы оңай, міндетті түрде видеоны сонымен тамашалаңыздар. Ең алдымен бізге құрал заттарымызды дайындап алу қажет. Оның үстіне какаоны разрыхлительді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Кейіннен бізге жылы судың үстіне қантты, сұйық майды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл жерде бізде қант еру керек міндетті түрде. Кейіннен бізге құрақ қоспаларымызды екі бөлікке бөліп саламыз. Осылай жартысын салғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін қалған бөлігін салып, жақсылап тағы да араластырамыз. Ешқандай түйіршіктер қалмау керек. Массамыз дайын болған кезде формамызға құйып, форманың диаметрі менде 20. Печкамызды алдын ала міндетті қыздырып аламыз. 170 градуста 40-45 минутта пісіріп аласыздар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міне дәл осындай жұмсақ болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.